Екінші бөлім. Жалындаған ор оқиғасы. Маржан! Желкенді түсір. Лулу, зәкірді дайында. Менше, маған жұмыс жоқ па? Сен өскен соң ғана біздің қатарымызға қосыла аласың. Бірақ бір шартпен ғана. Балалар келіп, кемені көру үшін тамақ берсе алмайсың. Ол тамақ емес, тек қана сүт болатын. Қане, кеш батпай тұрғанда Зиятты аман есен отбасына апарайық. Мырзам, сізді ешқашан ұмытпаймын. Кешіріңіз, сіздің атыңызды білмейді екенмін. Менің атым Жәләлуддин. Ал адамдар мені теңізші деп атайды. Танысқаныма қуаныштымын, теңізші. Сен отбасың осы жерде болғанына сенімдісің бе? Иә, біздің шатырымыз осы құдықтың қасында еді. Онда бәрі қайда кетті? Шелек бос, құдықта су таусылған. Сол себепті олар бұл жерден көшіп кеткен. Бұл көшпелілерге тәніс. Енді балақайды не істейміз? Суы мен тамағын беріп, осы жерде қалдырамыз. Отбасы біраздан соң келіп қалар. Я, дұрыс айтасың. Олардың оны іздеп келетін анық. Кішкентай баланы айдалаға қалай тастап кетеміз? Уа мырзам, біздің онсыз да шаруамыз бастан аса демес пе? Онсыз да тапсырысты кешігіп жеткізетін болдық. Не деген қорқынышты дауыс. Бұрын қасқырдың ұлығанын естімеп пе едің? Қорықпа, сені өзіммен ала кетем. Жалғыз өзіңді мұнда тастап кетпе. Бірақ мырза, кемеде бізбен қалуы балақай үшін тым қауіпті емес пе? Анық қатер, белгісіз қатерден әлде қайда қауіпті. Ал баланың отбасы оны қалай табады? Әр айлаққа тоқтаған сайын сол жерден іздестіреміз. Теңіз бүкіл құрлықты қоршап тұрған жоқ па? Әрбір қала және ауылдарды керек болса, шөл даланың әр жерін аралап, сенің әке-шешеңді табатын боламыз. Уайымдама. Теңізшім қайда болдың? Мына балақай байқамай кемемізге мініп кетіпті. Енді соның ата-анасын іздеп жүрмін. Олар шалғай ауылда тұратын бет? Иә, қайдан білдің? Мұнда біраз уақыт бұрын ұзын бір бәдәуи кісімен әйел екеуі Зият деген баланы іздеп жүрген еді. Дәл осы баланың кейпіндегі сипатты айтып еді. Мен Зиятпын. Олар қайда кетті? Сен іздеп кемеге мініп кетті. Енді бір-бірімізді іздеуіміз қалып еді. Енді не істейміз? Танышталыңдар. Олар қай жаққа қарай кетті? Шығысқа қарай бет алды, бірақ нақты қай айлаққа кеткендерін білмедім. Олардың соңынан жетіп аламыз деп ойлаймын. Кеттік, Қанеке, кеттік. Не жайлы ойланып отырсың, балам? Егер әке мен анамды таба алмасақ, болашағым не болады деп ойлап отырмын. Алла нәсіп етсе табамыз. Бірақ мынаны біл, болашақ тек Алланың қолында. Адам баласы мың жоспар құрса да, Алланың жазғанынан артық еш нәрсеге жете алмайды. Ухдуд қиссасындағы жігітке ары қарай не болғанын білгім келеді. Жақсы. Бірақ алдымен кешкі асыңды ішіп ал, содан кейін не болғанын айтып берем. Ол жігіт, өзің де білесің, сол уақытта сиқыршы мен дәруіштің арасында кімді таңдарын білмей дал болды. Сиқыршы оған көз арбау мен тура жолдан тайдыруды үйрететін. Ал бұл патшаның көңілінен шығатын еді. Дәруіш болса, Иса пайғамбар әкелген тура жолды насихаттайтын.
Бұл оны қудалануға әкеп соқтыратыны мәлім еді. Жігіт арыстанмен жолығып дәруіш үйреткен дұғамен оның көзін құртқанға дейін кімнің жолын таңдарын білмей жүрді. Сол кезде дәруіштің жолы дұрыс екенін біліп, сол жолды таңдап Аллаға құлшылық қылуға бел байлады. Солайша сиқыр мен көз арбауды тәрк етті. Болған оқиға жайлы естідім. Арыстанның көзін жойғаның рас па, балақай? Мен еш нәрсе істемедім. Алланың құдіретімен, есімінің күшімен оның көзі жойылды. Алла саған берекесін берсін, балам. Мен дін жайлы тағы да үйренгім келеді. Барлық білгенімді саған үйреттім. Ал қазір менен де білімді жанға айналдың. Бұл не дегеніңіз, мырзам? Расында солай. Балам, мынаны біл. Сен әлі сынаққа ұшырайсың. Сені қатты қинап, тіпті жаныңды алудан тайынбайды. Олар кімдер? Ақиқатқа қарсылар. Олар көп, балам. Біріншісі залым патша. Енді сенен тек бір нәрсе қалайым. Егер расымен осы істің кесірі тиіп азапталсаң, мен туралы тіс жарма. Менің бұл жерде екенімді айтпа. Ал енді өз жөніңмен бара бер. Және саған айтарым, адамдардың шаруасына алаңдама. Бала бір сөздерді айтып, кішкентай тасты лақтырған еді. Арыстан тұрған орнында сеспей қатты. Менің ойымша, Мұсаның және Исаның рабысының атымен деп айтты. Ал қалған сөздерін түсіне алмадым. Бақ шіркін не деген батыр бала еді. Сонда арыстанды сиқырмен өлтірді деп ойлайсыз ба? Олай емес. Сиқыр болса, ол арыстанды неге сиқыршылардың басшысы өлтірмеді? Бұл жасаған ісі сиқырдан да бетер. Ол ғажайыпқа ұқсас нәрсе. Бірақ та мұғжиза көрсететіндер жас балалар емес. Ақылы толысқан, ересек адамдар болатын еді ғой. Сендерге осы таң қалам. Мұғжизаны көздеріңмен көре тұра. Сонда да сенбейсіңдер ме? Ол мұғжиза емес. Бар болғаны сәйкестік қана. Адамдардың барлығы тек баланың батырлығы, жанкештілігі, арыстанды таңғажайып жолмен құртқаны туралы шулап жүр. Жұрт менің билігімді айтудан қалды. Ешкім менің жеңістерімді сөз қылмай қойды. Мен құдды бір жоқ сияқтымын. Мырза, уайымдамаңыз. Барлығы сіздің қадіріңіз бен абыройыңызды жақсы біледі. Мұның бәрі таңғажайып оқиғаның әсерінен болды. Адамдар біраз уақыт айтып жүретті, сосын ұмтылады. Бар айтарың осығаны ма? Көр болсаң да сені даналардың бірі деп қасыма отырғыздым. Молынан сый сияпаттар тарту еттім. Осы ма енді сенің даналығың? Ал сен не істедің? Мен? Арыстанды өлтіруге менің шамам жететін еді. Бірақ ол менен бірінші қимылдады. Бос сөз. Сен алшыған, қаусаған кәрі шалсың. Ал сен ақылға қонарлық насихатты айта алмайтын көрсоқырсың. Кетіңдер, мен оңаша қалдырыңдар. Қош келдіңіз. Келген бұйымтайыңызды айтып отырыңыз. Балаңның басын қауіпті кетіп келе отырмын. Егер ойымдағы іске асып, көзім көріп кетсе, мол байлыққа ие боласыңдар. Бірақ менің балам дәрігерлікті оқымаған. Бұның алдында да ешкімді емдеп көрмеген. Бір сынап көрейік, болса болар. Біздің үйге қош келдің, құрметті уәзір. Мырза сені көзімді емдеп береді деп сеніп отыр. Бұл Алладан басқа ешкімнің қолынан келмейді. Қолынан келетіне тек дұға ғана. Алла оған өзің шипа бері көр, және көру қабілетін қайтар. Шындығында сенің бүкіл іске құдіретің жетеді. Бол қалай болғаны. Мен көріп кеттім ғой. Өз көзіме өзім сенбеймін. Барлығын анық көріп тұрмын. Алғысымды қалай білдірсем екен? Алғысыңызды көзіңізді қайтарған Аллаға білдіріңіз. Саған байлығымның жартысын берем. Сиқыршы жүрген бір ақымақ дым істемей жүр. Ал адамдар болса күннен күнге бала жайлы айтуларын қояр емес. Олардың айтуынша, ол тылсым күштің иесі. Ауру адамды емдеп, көрсоқырды алапесті қайтаратын. Неге үндемей қалдыңыз, мәртебелім?
Соқыр бола тұра суды төкпей қалай құйдың? Сізге айтпаппын ғой, мырза. Сіздің жасаған игілігіңіздің арқасында мен емделіп кеттім. Не үшін бұны менен жасырдың? Маған ғана қатысты болған соң, сіздің мазаңызды алғым келмеп еді. Сен емдеген кім? Африкадан келген бір дәрігер. Өтірік айтасың. Сен ана балаға бардың ғой. Оны сізге кім айтты, мәртебелім? Мінгірлеп есің шығып өзің білдіріп қойдың опасыз. Маған бір ашуыңызды беріңізші, мен тек көзімнің көргенін қаладым. Өтінем. Мұсаның, Исаның, барлық адамдардың Раббысының атымен сұрай. Баса көктеп қайда барасың, ей, шабандос? Менің патшаға жеткізер хатым бар. Юсуф Зәнәуәз патшаның бас күзетшісімен, айтатыныңды маған айта бер. Патшамен дәл қазір жолығуым керек. Ұзақ жол жүріп шаршаған боларсың. Таң атқалы нәр татпаған секілдісің ғой. Тамақ жеп, дем алуы маңызды емес. Жеткізетін хабарымды кешіктіруге болмайды. Патша өте маңызды мәжіліс жасап жатыр. Оны қазір мазалауға болмайды. Патшаны міндетті түрде қазір көруім керек. Неге күте алмайсың? Патшаға Наджроннан маңызды бір хабармен елші келіп тұр. Шұғыл түрде сізбен жолыққысы келеді деп айт. Жағымсыз хабар болса, бірден ашып айт. Наджрон өлкесіне жаңа бір дін келді. Қалайша менің рұқсатымсыз жаңа дін келмек? Ол Наджронға жасалған шабуыл. Сөзіңді жалғастыр, ол жаңа дінді алып келген кім? Оны Иса пайғамбар деп атайды. Ол не нәрсеге шақырады? Ол бір Аллаға иман етіп, бір құдайшылыққа шақырады. Ол дінге кімдер кіріп жатыр? Ол дінге пұтқа табынғандар кіріп, Аллаға иман етті. Және кейбір яхудилер бар. Бұндай оқиғалардан мен қалай хабарсызбын? Ол дін Наджранға қалай келді? Осыған жол беріп отырған қайсысы? Бір жас бала. Адамдардың айтуынша ол ауру адамды емдеп көрсоқырды алапесті айықтырады. Оған қоса ол Иса пайғамбардың кейбір қасиеттеріне ие. Дінімізден шыққандардың сазайын тарттыруымыз керек. Және бұл жаза сабасына түсіретіндей болуы шарт. Қай бала жайлы айтып тұрғаныңды және оны қалай қолға түсіру керектігінде білетін сияқтымын. Еш нәрсе айтқың келмей ме? Ол бала сізге ештеңе істемеді ғой. Билігіңізден де дәмел емес. Ант су ішейін, рас айтам. Антыңды менің атыммен ішесің бе, әлде әлгінің құдаймен ант етесің бе? Дегеніңізді орындайын, аяй көріңіз. Аямайым. Баланың қайда екенін айтпайынша аяушылық танытпайым. Сені сөйлетудің бір амалы бар. Соқыр кезіңде жақсы сөйлеуші едің, енді сені қайтып бұрынғы соқыр кейпіңе қайтарам. Бұған не дейсің? Жоқ. Өтінем, олай етпеңіз. Оның қайда екенін айтам. Бір әрекет жасамасақ болмайды. Патша Зәнәуәстің зұлымдығы күннен күнге асып барады. Бұдан артық шыдай алмаймыз. Қолымыздан не келеді? Оның әскері өте күшті ғой. Біздің оларға шамамыз жетпес. Ал біздің санымыз олардан көбірек. Барлығымыз жұдырықтай жұмылсақ оларды сөзсіз жеңе аламыз. Естуімше ол өзінің уәзірмен дәрушті де аямапты. Оларды аяусыз өлтірген көрінеді. Оларды өлтіріп қана қоймай, ағашты кескенде ярамен екіге бөліп тастаған дейді. Бұл бізге тағы бір рет оған қарсы шығуды жақсылап ой елегінен өткізуді қажет етеді. Егер біз бұл залым патшаның зұлымдығына үндемей отыра берсек, барлығымызды құртатын түрі бар. Тіпті ол бейшара балаға да аяушылық көрсетпепті. Оның біз үшін не істегендерін ұмыттыңдар ма? Айтқанымды істейтін болсаң, сені кешірем. Адамдарға ана арыстанды патшаның жарылқауымен өлтірдім дейсің. Сенің кешірімің үшін адамдарды ақиқаттан адастырмайын. Оны қаттырақ қинаңдар. Алладан басқа құдай жоқ. Ол Мұсаның, Исаның, жалпы бүкіл адамзаттың Раббысы. Сен менің құдай екенімді жоққа шығарып тұрсың ба? Маған қасарсың келе ме? Оны өлтіріңдер. Я Алла,
Адам деген осындайды таш жүрек бола ма? Залым патша халқын өзінің билігін қорғап, өлімге лайықты опасыздардың көзін құртып жатырмын деген ойда еді. Өзін құдаймын, кімді қаласам өлтіріп, қаласам тірілті алам, күллі әлемді мен басқарып тұрмын деген адамнан басқа не күтесің? Қане, ұйықтайтын уақыт болды. Мырза, сәл тұра тұрыңызшы. Ары қарай балаға не болғаны жайлы білгім келеді. Оқиғаның жалғасын ертең айтып берермін. Жоқ, қазір білгім келіп тұр. Егер сен теңізші болғың келсе, бірінші болып күн тәртібіндегі жайттерді білуің қажет. Мұнда ұйықтау үшін, тұру үшін, тамақ жеу үшін және демалу үшін де белгілі уақыттар бар. Түсіндің бе? Бірақ менің ұйықтағым келіп тұрған жоқ. Керісінше оқиғаның жалғасын білгім келеді. Теңізшілер тәртібінде екіншісі басшыға бағыну. Егер басшы кемеде бір іске бұйырса, бағынып, ол істі дер кезінде атқаруың қажет. Айтқандарым түсінікті ме? Я, мырза, құп болады. Жақсы жатып жайлы тұр.